853 есеп. Так, Әлібек ойлаған саннан 2,5 есе кеміт дейді. Біз ойлаған санды x деп аламыз да, есе кеміту, оны бөлу. X 2,5-ке бөлу нәтижесіне дейді, осы нәтижесінен 18,125 санын дейді. Аз айтқанда мына сан шығады дейді. 13,195 саны шықты. Әлібек қандай сан ойлады, яғни x табамыз. X бізге белгісіз сан болып тұр. Ал ол үшін орындаймыз. 13,195 деймін да, қосу 18,125-ке. Қосамын. Қосқан уақытта қосып көрсете салайын сіздерге черновикке. 13,95-ті қосамын 18,125-ке. 5-5 қосып 13 бір ойда, 12 бір ойда, 12 бір ойда, 2, 3. Так, қосқан уақытында үтірден кейін үтір түседі. Үтір түседі, 38,2 болады. 38,2 болады. Мына 0 жазылмайды. Әрмен қарай, енді мына жерде бөлу болса, мына жаққа ол көбейту болып өтеді. Так, 32,2-ні 2,5-ке көбейтемін. 0, 11 бір ойда, 15, 16. 4, 4, 6. 0, 5, 0, 1, 6, 7, 8. Бір сан, екі сан, бір сан, екі сан, арқасына екі саннан үтір қайыры. X тең болады, мына 0 жазылмайды. Так, 80,5 болады. Мына X іздерінде алғашқы ойлаған саны 80,5 екен. Жауабы да С. Кітапта берілген өзінің жауабы С. Яғни 80,5 екен. Әрмен қарай 854 есеп. 854 есепте не дейді? Бірінші оператор бір сағатта шығарманы 0,3-ін теріпті. Бірінші оператор 0,3-ін теріпті шығарманы. Бұны 0,3-ті мен ондық бөлшек түрінде жазып алайын. Жай бөлшек түрінде жазып алайын. 3 бөлінген 10 болады. Екінші оператор дейді 0,5-ін, сол шығарманың 0,5-ін терген. Оны 5 бөлінген 10 деп жазып алам. Жай бөлшек түрінде. Егер шығарманы екеуі бірлесіп қатар терсе, 1,125 сағатта шығарманы теріп бола ма? Осыны тексеруіміз керек екен. Бірлесіп теретін болса, осынша сағатта теріп бола ма екен? Соны тексерейік. Мына 1 сағатта. Яғни шешуі бірлесіп тергендіктен екеуін қосамын. 8 бөлінген 10 болды. Яғни 8 бөлінген 10-ды 1-ге бөлемін. Бұл жерде үлес бөлшек 0,3, 0,5 болып, жаңа ондық бөлшекпен берілгендіктен, мұнаны 8 бөлінген 1-ді 8 бөлінген 10-ға бөлемін. Бұдан 10 алына шығатта 8 бөлшектің бөліне түседі. Кер бөлшек айналады. 10 бөлінген 8 болады. Енді 10 бөлінген 8-ді бірлесіп екеу орындаған уақытта осынша шығарманы теріп болғандықтан, енді мен бұны бөлшектің бөлімін ондық бөлшекке айналдырам. Ол үшін бұны көбейтемін 125-ке. Мынау 1250 болады да, мынауымыз 0, 16, 0, 10 мың болады. Енді мынауымызды ондық бөлшек түріне жасатын болсақ, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Арқасынан 3 0-ді денген үтір қоям. 1,25 болады. Мына 0 жазылмайды. Мына мынанша сағатта теріп болады екен шығарманы. Яғни жауабы дұрыс екен. Осы сағатта шығарманы екеу бірлесіп тере алады екен. Болады шығарып, теріп болады сағатта тереді екен. Так, болды. Әрмен қарай 855 есеп. Өрнекті ықшамда мәнін табыңдар дейді. Бірінші 15,2x қосу 8,3, қосу 4,6x, қосу 7,5 дейді. Мұндағы x 0,5-ке тең дейді. Яғни x-тің алдын орнына барып көбейтіп өрнекті ықшамдаймыз. 15,2-ні көбейтем 0,5-ке, қосамын 8,3 қосу 4,6 көбейту 0,5 қосу 7,5. Ал енді шетінен орындай берейік. Өрнекті ықшамдау. Бірдестен көбейтіп жасай беруге де болады, немесе үлестерінің қасиеттерін пайдаланып, терімдік қасиеттерін пайдаланып жұмыс істесек те болады. Көбейте салайын.
15,2-ні 0,5-ге көбейтейін. Бір ойда 25, 26, 2, 7 болады. 1, 2, 3, 0, 6, 7, 0. Бір сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 7,6 екен. 7,6 қосу, 8,3 қосу. Енді 4,6-ны 0,5-ге көбейтейін. 0 түсіп 3 ойда 20, 23, 1, 2, 0, 3, 2 қосамыз. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 2,3 екен мынауымыз. Қосу 7,5 тең болады. Енді бәрін қосып шығатын болсақ, қанша болады екен? Қосу амалын орындайық. Қосу амалын орындап көрсетесіздер сіздерге. 7,6-ны 8,3-ге көбейтемін. Қосам. 9, мынау 15,9. Оған 2,3-ті қосам. 12, бір ойда 7, 8. 18,2. Оған 7,5-ті қосам. Бүтін асына бүтір түседі. Бүтін асына түр түседі. 7, 15, 25,7 екен. Мынауымыз 25,7 екен. Не шықтым. Енді екіншісіне көшейік. Екіншісі 19,8 y азайту 12,6 y. Қосу 4,37, қосу 3,1 y екен. Мұндағы y-іміз тең 2,1 екен. Яғни y-тің орнына мына санды көбейтіп шық деп жатыр бізге. 19,8-ге көбейтем 2,1-ді. 2,1-ді. Ал. Енді мен бұған өрнекті ақшамдайын. 2,1-лерін бәрін терімдік қасиетін пайдаланып бір беткеге жазып алайық. Қосу болады, мына өзгеше деп түседі. Мына қосу 43,7 болады. Тең болады. Енді 2,1-лерді үшеуінде де бар болғандықтан жақшаның сыртына шығарамда, мынаны өзгеше жазып алам. Екінші бір жолын көрсетіп жатырмын сіздерге. 7 болады, тең болады. Енді жақшаны үшін азайтып, қосып алып, кейін 2,1-ге көбейтем. Ал орындайық. Так, 19,8-ден азайтамын 12,6-ны. 8-ні алтын алам 2, 9-дан 2-ні алам 7, 7,2 болады, 0 болды, жазылмайды. Енді осыған 3,1-ді қосам. 3, 10, 10,3 екен. Яғни 2,1 көбейту 10,3, қосу 43,7. Ал енді 10,3-ті 2,1-ге көбейтейік. 3, 0, 1, 6, 0, 2. Оны қосамыз. 3, 6, 1, 2. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 21 бүтін 63 болды. Оған қосамын 43,7-ні. Так, қоса салайын мына жерге. 3, 7-ге 6-ны қосамыз. 3 бір ойда 4, 5, 6. 65 бүтін 33 шығады. Так, әрмен қарай. Үшіншісі осының. Жақша 6,5x қосу 13,4x дейді. Азайту 5,2x дейді. Мұндағы дейді x орнына 0,7-ні апарып қойыңыз дейді. Так. Енді апарып қойсақ 6,5 көбейту 0,7, азайту 2,7 көбейту 0,7. Жеке-жеке орындаймыз енді бұл жерде. Тең. 6,5-ге 0,7-ні көбейтейік. Жеті 5, 35, 3 ойда 7, 6, 42, 45. 5, 5, 4, 1, 2, 1. 4,55 екен мынауымыз. Мына 4,55. Мынаны көбейтеміз. 2,7-ні 0,7-ге көбейтейік. 49, 94 ойда 14, 18 болады. 1, 2, 0, 9, 8, 1, 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2, 1,89 болады екен. Мына 1,89. Жақшаға алып қоям. Қосу. Енді 13,4-ті көбейтейік. 13,4-ті 0,7-ге көбейтейік. 28, 2 ойда, 21, 23, 2 ойда 9 болады. 1 сан, 2 сан, 3 сан. 8, 3, 9, 0. Қосамыз. Қостық 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. 9,39.
38 азайту. Енді 5,2-ні 0,7-ге көбейтейік. 400 бір ойда 35, 36. 0, 0. 4, 6, 3, 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 3,64. Тең болады. Ал енді, енді азайтамыз. 4,55-ден азайтам 1,89-да. Так, 15-тен 9-ды алайық. 15-тен 9 алатын болсақ, 6 болады. 14-тен 8-ді алайық. Так, 6 болады. Бұл 6 болады. Мынау 3-тен 1-ді аламыз, 2. 2,66. 2,66 қосу. Мына 9,38-ден азайтайық 3,64-ді. 4, 13-тен алтын аламыз. 7. Так, 8-шті аламыз 5. 5,74. Так, оған қосамыз. 5,74-ке 2,66-ны қосайық. 0 бір ойда, 14 бір ойда, 7, 8, 8,4 болады. Болды, бұл есебін шықты міне. Ал әрмен қарай 856 көбейтудің үлестірімдік қасиетін пайдаланып есептеңдер дейді. 856 есеп. Біріншісі 18,3 көбейту 0,5. Азайту 5,81 көбейту 0,5. Так, үлестірімдік қасиетін қолдану үшін үлестіру, яғни 0,5-ті жақшаның сыртына шығарсақ болады. Себебі екеуінде де көбейтіліп тұрды. Жақшаның ішінде 18,3 қалады, азайту 5,81. Осыны қолданып жасауға болады. Емес бірдестен көбейтіп азайтуға да болады. Мен осыны қолданайын. Бұл оңай тәсіл. Көбейтіп жүргеннен гөрі азайтып аласыңыз. 18,3-тен азайтам 5,81-ді. 0-мен толықтырам азайтқан уақытта. 10-нан 1-ді алам 9 болады. 12, 12-ден 8 алам. Так, 6 болады. 12-ден 8 алам. 4 болады. Мына жерде 7 қалды, 7-ден 5 алам 2. 12,49 болады. 12,49. Осыны көбейтем 0,5-ке. Ол көбейту жолына жүре жазып салайын. 0,5-ке көбейтейік. 45, 5 түсіп ойда 20, 2, 10, 12 бір ойда 6 болады. 1, 2, 3, 4. 5, 4, 2, 6, 0. 1, 2, 3 сан, 1, 2, 3 сан, 6 бүтін 245 болды. Не? Әрмен қарай екіншісін орындаймыз. Так, екіншісі 2,7-ні көбейтем 0,7-ге қосамын. 2,7 көбейтем 7,2-ге тең болады. Тұр жаңағыдай. 7-ні жақсаның сыртына шығарып тастасақ та болады. 0,7-ні шығармайды екенбіз. 2,7-ні жақшаның сыртына шығарады екенбіз. 0,7 қосу 7,2. Неге? Себебі екеуінде де бірдей сан көбейтіліп тұрғанда жақшаның сыртына шығардық. Енді қосамыз. Мына қосатын болсақ 7,9 болады. 2,7-ге 7,9-ды көбейтейік. 9,7 қанша? 63. 63 түседі. Мына 18 болады. Мына 49, мынауымыз 14 болады. 3, 6-ға 9 қосамыз. 15 түсіп бір ойда. 8-ге 4 тоғызсақ 12, 13 түсіп бір ойда. 5, 6, 1. 1 сан, 2 сан, 3 сан арқасынан 3 саннан кейін қарам. 1, 2, 3, 16 бүтін 353 болады. Бұлымыз кетті. Енді үшінші есепке көшейік. Так, 38,6-ны көбейтем 1,8-ге қосамын. 8 көбейтем 2,7-ге. Бұл жерде 1,8 екеуінде де бірдей санға көбейтілгендіктен 1,8 жақшаның сыртына шығарам. Так, 1,8 деп қойымды көбейтем. Енді қосам мынаны. Қосуды насын орындай салайын сіздерге. Түсінікті болу үшін қосу амал. 13 бір ойда 10, 11 бір ойда 4, 41 бүтін 10-нан 3-ке көбейтем 1,8-ді. 1,8 көбейтем. 24 2 ойда 10 бір ойда 32, 33. 3, 1, 4. Қосамын. 4, 3, 4, 7. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. 74 бүтін 34 шықты. Міне.
Так, төртіншісі. Бұл жерде 5,1 жақшаның сыртынан шығарам. 3-ке. Так, 5,1 көбейтілген. Қосамын. Қоссам 18,57 болады. Енді осыны көбейтемін. 7, 5, 8, 1. 35 3 ойда, 25, 28 2 ойда, 40, 42, 2, 4 ойда 9 болады. Қосам. 7, 16, 17, 3, 4, 9. 1 сан, 2 сан, 3 сан, 1, 2, 3 сан. 94,707 шығады. Так, енді бесіншісі. Бесінші есеп. 2,3 көбейту 9,5. Азайту 7,2 көбейту 2,3. Так, 2,3 жақшаның сыртынан шығарам. Екеуіне де бірдей көбейтіліп тұрғандықтан қалғандарын азайтып тастаймын. 2,3 көбейту 9,5-тен 7,2-ні аламыз. 2,3 болады. 2,3. 2,3-ті 2,3-ке көбейтемін. 9, 6, 6, 4. 9, 2, 5. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. 5,129 болады. Так, ең соңғы есебі 6-шы есебіміз. Көбейту 5,1, қосу 6,9, көбейту 0,4 тең. Так, 0,4 жақшаның сыртынан шығарам. 5,1, қосу 6,9 болады. Тең болады. 0,4 көбейту. Қосам. Бір 12 болады екен. Так, 12 болады. 0,4-ке 12-ні көбейтемін. 8, 0, 4, 0. 8, 4, 0 болады. Бұдан қараңыздар, үтірден кейін бір сан болды. Мынада үтір жоқ па? Оны санамаймын. Мына үтірден кейін бір сан ба? Мына арқасынан бір санды шегерем. 4,8 болады сонда. Так, бұл есеп шықты. Енді амалдарды орындаңдар дейді. 857 есеп. 857 есеп не дейді? Так, бірінші амалдарды орындаңдар. 32,6-ны көбейтемін 5,4-тен 1-ге. 5-тен 1-ді көбейтемін 8,5-ке. Так, қалай көбейтеміз бұны? 32,6 деймін да, көбейту. Мынаны 10 құлшық келтіріп алам ғой. 5 көбейту, 5 1-ді көбейтем 25-ке. 4-ді көбейтем 25-ке. Қосу. Мынаны 1-ді көбейтем 2-ке, 5-ді көбейтем 2-ке. 1 бүтін тұра береді жанында. 8,5 тең. 32,6 көбейту. Мынауымыз 5 бүтін 25, мынау 100 болады. Қосу. 10-нан 2 болады. Көбейту 8,5 тең. 32,6 көбейту. Мынау 5 бүтін 125 болады. Қосу 5,2 көбейту 8,5 болады. Ал енді жеке көбейтеміз. 32,6-ны көбейтем 5,125-ке. 5 жерден 0, 30, 3 ойда 12, 10, 13, 1 ойда 15, 16 болады. 12, 4, 5, 6 болады. Енді 5-ке көбейтейік. 5 жердегі 6, 30, 3, 16 болады. Так, қосамыз. Так, қосу жолына жер көрсетесілайын. Бетіп қосатын болсақ, 0, 5, 11, 7, 10, 11 бір ойда 17. Өтір қайран 1, 2, 3 сан. 1 сан, 2 сан, 3 сан. 171 бүтін 115 екен. Қосу. Енді 5 бүтін 10-2-ні көбейтемін 8,5-ке. 0, 25, 26, 16, 41. 0, 2, 3, 4, 4. 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан. 44,2 тең. Енді 171 бүтін 115-ке 44,2-ні қоссам. Қосқан уақытта бүтін астына бүтін жазылады. 5 болады, 3 болады, 5 болады, 11, 2. Үтірдің астына үтір түседі міне. Сонда тең болды 215,35. Бірінші есебі. Әрмен қарай, екінші есебі. Так, екінші есеп 1,4-тен 3 көбейту 32,8-ге.
азайту 1,12 көбейту 3,5-ке. Так, бұны да мынаны ондық бөлшекке айналдырып аламын. 1 жазылады. 4-ті 25-ке көбейтем, 3-ті 25-ке көбейтем. Көбейту 32,8 азайту. Мынаны көбейтейік. Мынаны бір-біріне көбейтейік. Мына жерге орындай салайын көбейтуді. 3,5-ке көбейтейік. 0, 6, 5, 6, 3, 3 қосайық. 0, 2, түсіп бір ойда 8, 9, 39, 3 сан, 1 сан, 2 сан, 3 сан, 3,192 тең болады. 1 бүтін, мынауымыз 75 болады, мынауымыз 100 болады. Көбейтемін, 32,8-ге азайтамын, 3,92-ден тең болады. 1,175 көбейту 32,8 азайту 3,192 тең. Ал енді 1,175-ті көбейтемін 32,8-ге. Көбейткен уақытта дәл осылай жазыла береді. Өтірнасын өтін жазудың қажет жоқ. Сей жерде біз 4 ойда, сей жерде 7-ң 56, 56-ға 4 қоссаң 66 ойда, сей жерде 1-ң 8, 8-ға 6 қоссаң 14, 0, 15, 2, 3, 15, 21, 22, 5 болады. 0, 0, 14, 5, 6, 7, 5, 1 сан, 2 сан, 3 сан, 1, 2, 3 саннан кейін өтір қайрам. 57,4 екен. Одан азайтамын 3,192-ні тең. 57,4-тен азайтамын. Өтірнасын өтір түседі азайтқан уақытташы. Сөйтетті мына 0-мен толықтырылады. Онан 2 алам 8, мына 3 қалды, қарыз алам, 13-тен 9 алам. 1, 2, 3, 4 болады. Мына жерде 6 қалды, 6-тан 3 аламыз. 3, 53,148. 53,148 шығады. Екіншісі. Бітті, енді үшіншісіне көшейік. Үшінші есебіміз не дейді? 147 азайту 13,5-тен 3 дейді. Көбейту 4,8 дейді. Қосу 3,2-ден 1, көбейту 6,8 дейді. Тең болады. 147-ні жазамын. 13 мынаны 2-ге көбейтем. Бөлшектің бөлімі 10 болу үшін. Оны көбейтем 4,8-ге. Қосу 3,5-ге көбейтем. Ондық бөлшек айналдыру үшін 6,8 тең. 147 азайту 13,6 көбейту 4,8 қосу 3,5 екен. Мынау көбейту 6,8 тең болады. 147 азайту 13,6 болады бұл. Көбейтем 4,8-ге, қосамын 3,5 көбейтем 6,8-ге тең болады. Енді бәрін көбейту амалдарын орындай беріп, тез жұмыс істеуге болады. Мен жырнайықты көбейту амалын көрсетейін сіздерге. Көбейту жолы. Так, бірінші 13,6-ны 4,8-ге көбейтіп алайын. 48, 8 түсіп 4 ойда. Так, 24, 28, 2 ойда 10 болады. 24, 2 ойда, 12, 13, 14, 1 ойда 4, 5 болады. 8, 2 түсіп 1 ойда 5, 6 болады. Өтір 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 65,28. 147-ден аламын 65,128-ді былай алам. Мына 0-мен толықтырып алам. Өтірнасын өтір түседі деген сөз. 10-нан 8 алам 2, 9-дан 2 алам 7. Так. 14-тен 6 алсақ 8 болады ма? 8-ді 0, 0, 6, 7. 4 деген. Так, мына жерден 6 қалды, 6-тан 5 аламын 1, мына жерде 8 болады. 81,72. Мынау көбейтіліп азайтылған уақытта шықты бізден. Бүйтіп жаза сайын. 65,28 қосу. Ретмен жазып жатыр. Мен 3,5-ді 6,8-ге көбейтем. 4 ойда 24, 28. 6, 5, 3 ойда 18, 18-ге 3 туғасын болсақ 21 болады. 0, 8, 3, 2. Өтір 1 сан, 2 сан, 1 сан, 2 сан, 23,8 болды. Мынауымыз қосу 23,8 болды. Мынадан мынаны азайтқан уақытта 81,72, оған қосамын 23,8-ді. Так, мынасына қосасам да болады. 81,72-ні қосасам болады. 2, 15, 4, 5, 10.
Так, 105 бүтін 152 болады. Үшінші есебімізде шықты. Ең соңғысы төртінші есепті көрсете салайын. Так, төртінші есебіміз 0,2 көбейту дейді. Берілген жазып жатырмын. Қосу 0,101 көбейту 3 дейді. Так, 0,2 жазылады. Мынаны ондық бөлшекке айналдырамыз. Бүтін тұра береді, көбейтемін 25-ке. 4-ті көбейтемін 25-ке. Себебі бөлшектің бөлімі 100-дік болу керек. Мынаны көбейте салайын, 0,103 болады. Бірдесен көбейттім. Так, 0,2 болады. Жақша. Мына 5,25-тен 100 болады. Көбейткен уақытта 6,1 қосу 0,103 болады. Тең. Так, 0,2 жақша 5,125 қосу 6,1. Міне, әрқайсысын осылай ретімен жаза берсеңіздер, есеп шығару сіздерге түк болмай қалады. Өзі-ақ қолдарыңыз жазылып жатса, миларыңыз жұмыс істеп есеп шығара бересіздер. Мынаны қосатын болсақ, 11 бүтін қосу, көбейту 11 бүтін 135 болады. Мынау қосу 0,103 болады. Тең. Енді 11 бүтін 135-ке 0,2-ні көбейтейін. 6, 7, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Қосам 0, 2, 2, 0. Өтір қайран 1, 2, 3, 1, 2, 3. Міне. 2 бүтін 127-ні қосам 0 бүтін 103-ке. Так, бұны қосатын болсақ, мынау үш жерден қосып жібере салайық. 0, бір ойда 3, 2, 2 бүтін 13 болады. Мұна өтірден кейін 0-дер жазылмайды. Міне, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар.